19 жастағы кәріс қызы үлкен қаладағы университеттің бірінде оқып жүр. Бір күні түнде оған рефераттарды аяқтау үшін кітапханада қалуға тура келді. Сондықтан ол үйіне өте кеш қайтатын болды. Қыз 14-ші қабатта тұратын. Ол подъездге кіріп лифттің кнопкасын басты. Ол үйге кеш қайтқанды жек көретін, сондықтан ол өзін қауіпті сезінеді. Лифт келіп кірді де өз этажының кнопкасын басты. Есіктерді жабылайын деп жатқанда сұсты, көрікті жас жігіт жүгіріп келіп ішке кіріп үлгерді. Сіз 14-ші қабатта тұрасыз ба? деп сұрады жігіт. Иә. Ал мен 13-ші қабатта тұрамын деп кнопканы басты. Екеуі үнсіз көтеріліп келе жатыр. Қыз жігітке қайта-қайта қарай берді. Себебі жігіт өте әдемі болатын. Ішінен мүмкін осы жігітпен кездесермін деп ойлады. Осы кезде лифт 13-ші қабатқа тоқтады. Жігіт шығып, тағы да кездесеміз деді. Иә, көріскенше. Лифттің есіктері жабылып жатқанда жігіт аяқ астынан артқа бұрылды да қалтасынан пышақ алып, жоғарыда деп мысқылдай күліп, баспалдақпен жоғарыға көтеріле бастады. Қыз қатты қорықты. Лифтті тоқтатайын десе ештеңе істей алмады. Есіктер жабылып, лифт көтеріле бастады. Қатты қорыққаннан барлық кнопкаларды баса берді, бірақ одан еш пайда болмады. Лифт 14-ші қабатқа келді. Есік ашылды. Ал әлгі жігіт пышақпен қызды күтіп тұрды. Кореяда бұл оқиғаға адамдар шынайы сенеді. Себебі қыз өлі күйде лифттен табылған оқиға болатын. Адамдар ең қорқыныштысы өлім емес. Әлгі қыз өзінің өлетінін біле тұра ештеңе істей алмай шарасыз болуы дейді. Осы оқиғадан кейін Кореяда лифтті тоқтататын кнопка жасаған екен.